Жетінші есеп. Координаталық түзуде А, Б және С нүктелері орналасқан. Келесі жауаптардан дұрыс емес тұжырымды табыңыз дейді. Яғни міне А нүктесі бізде орналасқан, Б нүктесі және С нүктесі. Бізге дұрыс емес тұжырымды табу керек. Ендеше бірінші А жауабын талдайық, А нұсқасын. АБ, яғни АБ кесіндісінің ұзындығы 2 Б-дан кіші дейді. Біз оны визуалды түрде көріп тұрмыз, АБ Б-дан кіші екенін. Егер Б-ны 2 есе үлкейтсек, ұзартсақ немесе, онда ол тіптен ұзын болады. Демек, бұл жауап бізде дұрыс. Ал бізге дұрыс емес тұжырым керек. Енді келесісін талдайық. Мысалы, 12 үлкен АБ-ның ұзындығынан дейді. Енді қарайық. АБ. Бұны салыстыру үшін біз былай алайық. Мысалы, -7, 4,5. Осы аралықтың ұзындығы бізде ол 4,5 азайтылған 7 болады. 4,5 -7-ге тең. 4,5-ке 7-ні қоссақ, ол бізде 11,5 болады. Демек, мына аралықтың өзі ол 11,5 болып тұр. Ал АБ сол аралықтың ішінде. Ендеше 12 бұдан үлкен болады. Бұл жауап дұрыс. Енді келесісін талдайық. БС кесіндісінің ұзындығы 2,8-ден үлкен немесе тең дейді. Міне Б, міне С. БС кесіндісінің ұзындығы ол 2,8-ге тең бола алмайды. Себебі міне 4,3 пен 7,8-дің арасының өзі 2,8-ге тең. Көріп тұрсыздар ғой. Міне 4,5, 7,3, 7,3-тен 4,5 азайтсақ 2,8-ге тең. Ал Б-С ол 2,8-ден үлкен, себебі С ол 7,3-тен оңға қарай орналасқан, ал Б 4,5-тен солға қарай орналасқан. Яғни визуалды түрдің өзінде көрініп тұр. 4,5 пен 7,3-тің арасындағы кесіндіден мынау Б мен С-ның арасындағы кесінді үлкен. Яғни мынау жауап дұрыс. Ал бізге дұрыс емес тұжырым керек. Бізде соңғы тұжырым қалды. Соны талдап көрейік. АБ-ның ұзындығы -13-тен модульдің ішіндегі үлкен дейді. -13 дегеніміз ол модульдің ішінен сандар әр қашан оң болып шығады. Яғни -13 ол 13-ке тең. Демек, мына жазуды біз былай жазсақ болады. АБ үлкен 13-тен деп. Енді қарайық. Біз мұнда айттық. АБ-ның ұзындығы ол 12-ден кіші дедік. Демек, ол 13-тен үлкен бола алмайды ғой. Дұрыс емес тұжырым, яғни АБ үлкен 13-тен. Сонда біздің дұрыс нұсқамыз, яғни біз таңдау керек нұсқа, ол Д нұсқасы.